Сәлеметсіздер ме? Мен каналыма қош келдіңіздер. Каналыма тіркеліп қойыңыздар, лайк басып, комментарий жазыңыздар. Осы менің салған видеолармен туыстарыңызбен, таныстарыңызға бөлісіңіздер. Себебі әрбір адам жақсы пенсияға шыққанын қалаймын. Мен берген ақпараттар сіздерге міндетті түрде жақсы пенсия алуға көмектесетін болады. Бүгінгі видеода мен сіздерге маған келген клиент, яғни бұл кісі 2024 жылы зейнетке шығады, 61 жылы туылған кісі, ер кісі. Бұл кісінің стажы да бар, доходы да бар. Яғни бұл кісі қанша зейнетақы алатынын білмейді. Сол себепті маған консультацияға келген болатын. Және бұл кісіде ИП да бар, себебі бұл кісі 18 жылға шейін жұмыс жасаған, 18 жылдан кейін уже жұмысқа жарамсыз болып, өзі кәсіп ашып, өзіне ақша құйып отырған. Енді сол кісіге мен өзім ұсынысымды айттым, яғни артық ақша шығындамау үшін ИП-дан сіздің доходыңызды есептеп көрейін. Мүмкін жетіп қалса, сізден ИП-дан артық шығын жасаудың қажеті жоқ деп айтқан болатын. Енді консультацияны қалай жүргіздік, сол туралы толығымен айтатын болам. Ең алдымен біз осы таблица арқылы зейнетақысын санап аламыз. Яғни бізде минимальный член және максимальный член деп тұрады, екіге бөлініп. Осы бізде Қазақстан зейнетақының 3 түрі бар. Ол солидарный пенсия, базовый пенсия и пенсия из НПФ. Солидарный пенсия, базовый пенсия мемлекеттік бюджеттен беріледі. Жыл сайын көтеріліп отырады және өмірін соңына шейін берілетін зейнетақы болып табылады. НПФ-тен берілетін зейнетақы бұл НПФ-тағы жинақталған сумаңыз біткенге дейін сізге бөліп берілетін зейнетақы түрі. Яғни НПФ-тан берілетін төлемдер көтерілмейді, пожизненно емес. Осыны ескеріп қойыңыздар. Бізде пожизненно ол мемлекеттік бюджеттен берілетін солидарный пенсия, яғни қазіргі атауы жасы бойынша берілетін зейнетақы деп аталады. Бұл с ежегодным ростом, яғни биыл 2023 жылдан 24 жылға шыққан кісілер 10%-ға зейнетақысы артты. Яғни бұл кісі биыл 2024 жылы 130 мың алса, ендігі жыл осыған тағы да 10% қосылады дегенді білдіреді. Но бірақ 10%-дан кем қосылуы да мүмкін, 7%, 9%. Ол экономикалық жағдайға байланысты көрсеткіш. Енді мынау кестеде біз екіге бөлінген минимальный член, максимальный член, екеуінде де показательдер бірдей, яғни пенсияның суммасы бірдей. Себебі бұл кісіде стажда, доходы да жақсы, стажға әсер ете алмайды, себебі ол кісі уже январда зейнетке шығатын уақытысы келіп қалды. Бұл кісіге мен айттымды, сіздің солидарный пенсияңыз 84.473 теңге болады, базовый пенсияңыз 45.577 теңге болады, сонымен мемлекеттік бюджеттен сіз 130.050 теңге зейнетақы аласыз дедім. Яғни бұл жақта солидарный пенсия дегеніміз не? Яғни бұл сіздің 36 айлық табысыңызбен жаңағы 98 жылға дейін стажыңыз екеуі көбейтіледі, сондағы шыққан сума 84.473 теңге құрайды. Яғни бұл солидарный пенсияның ең басты талабы, кез келген қатардан тұрған 36 айлық табыстың орташа көрсеткіші сіздің жаңағы 98 жылға дейінгі стажыңызға көбейтіледі. Енді бұл доходта норманы сіз орындап тұрсыз, бірақ стаж бойынша норма орындалмай тұр. Себебі ер кісілер үшін 300 ай есепке алынады, ал сізде 208 ай болады. Яғни бұл даже логически 61 жылы туған кісіде 300 ай болмайды, себебі ол кісі уже мектепті бітіре салып жұмыс істесе де ондай стаж шықпайды. Ары қарай бізде 98 жылдан кейін стаж зейнетақы аударымдары арқылы есептелінеді. Яғни 98 жылға дейін және 98 жылдан кейін стаж қосылады да, яғни ол 39 жыл беріпті. 39 жыл 105% көлемдік базовый пенсияны береді. Сонда 45.577 теңге шығады. Осы ретте айта кететін, сізде даже 30 жыл стаж болса, сіз сол 105% көлемдегі базовый пенсияны алатын боласыз. Бұдан артық сізге пенсия берілмейді. Ең максималды базовый пенсия ретінде 105%-дық ең төменгі күнкөріс деңгейіндегі сума шығады, яғни 45.577 теңге. Сонымен мемлекеттік бюджеттен алынатын зейнетақы мөлшері 130.050 теңгені құрайды. Бұл жыл сайын көтеріліп отырады және өмірін соңына шейін берілетін зейнетақы болып табылады. Ары қарай НПФ-тан берілетін зейнетақы мөлшері 40.625 теңгені құрайды. Ол сумманы 15 жыл және 4 ай көлемінде алатын болады. Яғни 3 пенсияның суммасын қосқан кезде 170.675 теңге құрайды. Осы ретте айта кететін, мемлекеттік бюджеттен берілетін зейнетақы бір шотқа түседі, НПФ-тан берілетін зейнетақы басқа шоттан түседі. Сонда қосындысы осы сумманы береді. Келесі біз осы 98 жылға дейін стажын есептедік, яғни ол трудовой, военный билет және диплом арқылы есептерге болатын. Мына жақта қызылмен белгілеп қойған себебім, бұл кісіге жаңағы арифен анықтама қажет болады, себебі бұл жақта ол кісінің фамилиясы қате жазылған.
Осы 2 жылдық оқуын растау үшін одан архивтен анықтама алу қажет болады. Келесі бетте біз зейнетақы аударымдарын қосып шығамыз, яғни пенсионканы шығарамыз, жаңа Каспи приложениесі арқылы ма, егофтан ба, сол арқылы қанша зейнетақы аударымдар болды, соның барлығын қосып жазамыз да, оны 12-ге бөлу арқылы қанша толық жыл шықты, сол жаңағы 98 жылдан кейін стажды беретін болады. Ары қарай ең маңыздысы, мен сіздерге осы видеоның ең маңызды сәтіне келетін болсақ, жаңағы бұл кісіде осы 2018 жылға шейін жұмыс істеген, 18-ден кейін уже өзінің ИП-сын ашып, ол жақта минималкадан құйып отырған. Енді сол табыс ретінде сол минималканы көрсетпей, 2021 жылдың январь айынан бастап 2013 жылдың декабрь айындағы, яғни 3 жылдық периодтағы доходын көрсетуді ұсындым. ИП-дан ақша құйып шығындалмаңыз дедім. Себебі сіздің осы 2011 жылдың январынан бастап 2013 жылдың декабрь айындағы периодтағы доходыңыздың барлығын қосқан кезде 9.979.907 теңге шықты дедім. Яғни бұл сума бізге 2024 жылы зейнетке шығу үшін жеткілікті болады. Себебі бізге норма ретінде 7.310.160 теңге есепке алынады. Сол себепті сізге артық шығындаудың қажеті жоқ. Жай ғана осы 36 айлық табыс ретінде осы периодты көрсетуді ұсынамын деп айттым. Ол кісі өте қуанды, себебі артық шығын жасағысы келген жоқ, және жақсы пенсия алғысы келгендіктен. Ары қарай бізде консультацияда осы НПФ-те қанша ақша бар, я? Ол кісі 7.500.000 теңге бар екен. Осы ақшаны сіз қалай аласыз деген кезде, сіз 15 жыл 4 ай көлемінде 40.625 теңгеден алатын боласыз. Яғни сіз зейнетке шыққаннан кейін осының 50%-ын шешуге де мүмкіндігіңіз бар дедім. Себебі зейнетке шыққаннан кейін адамдар, жаңағы зейнеткерлер өзінің НПФ-тағы ақшасының 50%-ын шешуге мүмкіндік болады. Яғни бір талаптарын орындаған жағдайда. Ол қандай талап дейтін болсаңыздар, міне бұл кісінің среднемесячный доходын есептейміз. Яғни среднемесячный доходы 277.219 теңге құрайды. Осының 40%-ы біздің мемлекеттік бюджеттен алынатын зейнетақыдан кем болса, бұл кісіге зейнетке шыққаннан кейін осы НПФ-тағы 50%-ын шешуге мүмкіндік береді. Сол себепті бұл кісі егерде 50%-ын шешкен жағдайда дәл осы 40.625 теңгеден уже 15 жыл 4 ай көлемінде емес, тура осы жартысы көлемде алатын болады. Яғни 3.600.000 теңге біткенге дейін ақ. Осыны ескерсеңіздер деймін. Яғни выплаты с НПФ 50%-ын қай кезде шешуге мүмкіндік береді, сол жаңағы 40%-ы төмен болған кезде, сонымен қатар қандай мақсатта қолдануға болады. Ол сіздің мысалы қазіргі ипотекаңыз болсын, действующий ипотекаңыз болса, соны погашать етуге, немесе отбасы мүшелерімен счеттарыңызды объединить етіп, пәтер алуға, үй алуға жұмсауға болады, немесе тіс емдеуге жұмсауға болады. Енді осы ретте бір ескеретін момент, осы НПФ-тағы ақшаны шешкен жағдайда сіздерден 10% ИПН налог салынады, оны ескеріңіздер. Одан кейін, ал егер сіздер стоматология арқылы немесе басқа да мақсатта шешетін болсаңыздар, егер фиктивный болса, яғни жай ақшаны шығарып алу қажет болса, онда стоматология қазіргі өзіміздің 20% көлемде өздерінің услугасы үшін алатын болады. Сол себепті өздеріңіз ақшаңызды қалай шешу керекенін өздеріңіз тиімді ісін таңдауларыңыз қажет. Тура осылай мен ол кісіге консультация берген болатым. Егер де сіздер де осы зейнетке шығатын болып, жаңағы ИП ашып ақша құйғыларыңыз келген жағдайда, ең алдымен ескеретін осы сіздің алдыңғы жылдары, яғни мен сізге қазір бұл кісінің пенсионкасын көрсетейін. Яғни мен айтқан периодта, яғни 2011 жылдан 13 жылдар аралығындағы табысын көрсетейін. Қараңыздар, 2011 жылда 38.000 теңгеден, 27.000 теңгеден, 27.000 теңгеден, 28.000 теңгеден, 21.000, 25.000, 30.000 теңгеден аударымдар болған. Бұл деген 10%, яғни табысының 10% аударылып отырған. Сол показательді біз көбейту арқылы жаңағы 36 айлық табысының нормасын орындаған болатынбыз. Ары қарай қарайтын болсаңыздар, көпшіліктің жіберетін қателігі ең соңғы 3 жылда алу керек деген ұстаным ұстап алған. Бұл заңды емес. Сіздер кез келген қатарынан тұрған 36 айлық табыс ретінде 3 жылды таңдай аласыздар. Міне соңғы жылдар алатын болсақ, міне 7.000 теңге, 7.000 теңгеден, яғни минималды
зарплатадан аударып отырған 6 мың теңгеден аударған 4.250 теңгеден аударып отырған, егер де ол кісі осы соңғы 3 жылды көрсеткен жағдайда ол кісінің пенсиясының суммасы аз болып қалатын еді. Осы моментті ескерсеңіздер деймін, және зейнетке шығатын кезде артық шығындалмай, лучше специалистке жүгініп, ақшаларыңызды үнемдеп, жақсы зейнетақы шыққандарыңызды қалаймын. Тура осындай пайдалы ақпараттар қажет болса, мен каналыма тіркеліп қойыңыздар, лайк басыңыздар, комментарий жазыңыздар. Келесі видеода тағы да қызықты ақпараттармен бөлісетін боламын.